Ассалаумағалейкум, барша автолайк YouTube арнасының көрермендері назарына. Бүгін күн жексенбі. Апта сайынғы біздің жұмыс Жұманов атындағы автокөлік базарына келдік. Осы жерде тұрған көліктерді түсіріп сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Видеоны қарамастан біздің арнаға тіркеліп, видео соңында ұнап жатса лайк басып пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Және бүгінгі шығатын видеолардың барлығын қарап, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер. Бұйыртса келесі апта қандай салонға барсақ болады, болмаса қандай автокөліктер қарасақ болады, барлығын өз ойларыңызбен бөліссеңіздер, соған қарап бізде шығарылым шығарып отыратын боламыз. Қазір 2 миллионға дейінгі машиналарды түсіріп сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ұнап жатса WhatsApp группадан таратып жіберсеңіздер. Қой, 21-14 сатылымда жіптер. Базардағы ең арзан 14-тердің бірі. Сыртқы жағдайы жақсы машинаның. Екі деталь боялған көлікте. 2013 жылғы 1.5 мотор, 1.850.000 теңге. Телефон нөмірі 747 231 55 18. Салоны. Арты летний баллондар, алды зимний. Шаруашылыққа көлік іздеп атқан жігіттердің назарына Volkswagen Passat B3. Машина 93 жылғы, 2 куб, 1.700.000 теңге сұрап тұрған бағасы, саудасы бар. Телефон нөмірі көрсетілген. Егер қандай да бір ақпарат қызық болса, кеп көрем десеңіздер. Сыртқы жағдайы жақсы машинаның. Жазық баллондағы көлік. Ешқандай сыртында сырылған жылған жер жоқ. Тап-таза. Қызыққандар болса, телефон нөміріне хабарласып, толық ақпарат сұрап көрсеңіздер болады. Машина Шымкент қаласында тұр. Жода бәрі ваз болып кеткен жоқ па, 2 миллионға дейін? 21-14 тұр. 2012 жылға 2.100.000 теңге сұрап тұр. Телефон нөмірі, егер кімге қажет болса, хабарлассаңыз болады. Фасадты жасап, 5 тонировка, полировка басып алып жүретін машинаға да бетін келдіріп. Кімге қызық болса, хабарлассаңыздар болады. Біз кеттік ары қарап дальше. Бечка тұрмын. Opel Бечка. 95 жылғы машина. 2 литрлі мотормен 950.000 теңге сұрап тұрған бағасы. Көлік механикада. Кішігірім қарауды қажет етеді сыртында. Сырылған жырылған жерлері бар моторда. Кішігірім май шыққан. 60 деп алам дейтін жігіттер болса. Көлік седан. 60 сатпайтын, 60 сатарлар келмейтін жақ қана базарды. Соңғы жағы. Бұдан бұлай базар шығып кетеді, бірақ бүгінгі базардағы машинаның сарын айтып жеткізе алмаймын. Аралап шығудың өзі бір қиын болып тұр. Анда ашыс жолық тұр. Зимне баллонда. Сыртта тастай машинаның прям ләле болып тұр. 97 жылға 2.6 мотор, 4.300.000 теңге дейді. Механикада көлік. Базар жоқ болып тұр ма, бағасы қалай? Не ойлайсыздар? Бұл көліктің ортақ бағалары қандай отыр біздің нарықта? Білетіндер болса, комментарияға жазып кетсеңіздер. Тағыдан Opel Astra тұр, хэтчбек. 92 жылғы машина, 1.600.000 теңге сұрап тұр. Телефон нөмірі көрсетілген. Көлік автомат коробкада. Қыз келіншектерге қарап көрем дейтіндер болса. $2 миллионға дейінгі машиналар теріп іздейміз деп аяқ тозып кетті кәдімгідей. 2 миллионнан 5 жылға 1.5 мотор, электропакет, аппаратура, буфер дейді, Android дейді. Так, бағасы 2 миллион 200 дейді. Телефон нөмірі көрсетілген, механикада көлік. Баз 21-15 15. Кімге қызық, телефон нөмірге хабарласып көрсеңіздер болады.
Део Nexia тұр. 2 миллионға дейінгі көліктердің қатарында тоже. 2006 жылғы 1.6 мотор 1.400.000 теңгеде сұрап тұр. Келісім бар дейді, көлік механикада. Срочно дейді. Капоттауға көшкен машинаның. Кішігірім шіріктері бар. Opel Vectra'ның фанаттары бар ма? 2 куб. Opel тұр Vectra. CDX зимний баллондарда машина. Сырты тап-таза болып тұр. Механикада көлік. Салон бағасы жоқ, бірақ жазылмаған. 232 мың пробег. Тап-таза болып тұрсады. Бағасы жоқ, көрсетілмеген. Хабарласып көрсеңіздер болады, қызық болса, телефон нөміріне. Opel Astra тұр, хэтчбек. 93 жылғы. 2 миллионнан сәл аса деген. 1.8, 2 миллион 300 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Машина автомат коробкада. Жаздық баллондарда көлік базарға дайындалған, боялған машина. Сырты тап-таза болып тұр машинаның. Қазір есігі ашық болса, ішін көрсетіп кетейін. Жап құлыптаулы есігі. Десятка ұнататын жігіттердің назарына ВАЗ 2110 тұр сатылымда. 2004 жылғы 1.200.000 теңге сұрап тұр. 1.5 мотор, телефон нөмір көрсетілген. Инжектор мотор маға? Инжектор моторда көлік. ВАЗ 2107 семерка тұр. Көлік 2007 жылы 1.5 мотор 1.200.000 теңге сұрап тұр. Телефон нөмір тұр, егер қызық болса. Инжектор мотор болу керек. Инжектор мотор көлік. Қысық баллондарда көлік. Мынандай Nexia қалай қарайсыздар? Сыртына біраз жұмыс керек, лаға көшкен машинаның. 2005 жылы 1.5 мотор 1.400.000 теңге сұрап тұр. Телефон нөмірі бар. Егер қызық болып жатса, 8 клапан болу керек машина. Жаздық баллондарда. Мына девятканың тұрсын қараңыздар. Тастай заводскай. Өзінің оригинал бампер тұрған. 2000 жылғы карбюратор 1.5 миллион 350.000 теңге дейді. Телефон нөмірі тұр, егер қажет болса. Оригинал бампер бірден көрініп тұр, жылтырап кәдімде. Девятканың бұндай бамперін қазір табу оңай емес. Девяткаға қызығатын жігіттер болса, көрсеңіздер болады, хабарласып. Сырты да жақсы жағдайда машинаның. Nissan маркасынан андай машина тұр. 92 жылғы 950.000 теңге срочно дейді. Телефон нөмірі көрсетілген. Механикада көлік. Қыстық баллондарда көлік. 2 миллионға дейінгі көлік. Тағы да Nexia 8 клапан 2001 жылғы көлік. 1.5 мотор 1.450.000 теңге сұрап тұрған бағасы. Телефон нөмірі көрсетілген көлікте. Бұл Nexia-ның енді кондиционер четкий істейді енді, четкий, прямо жауратады қосқан. Nexia 1-дің жалпы кондиционері, именно бұл машинаның емес. Nexia 1-дің кондиционері істеп тұрса, сүреді ғой, сүреді. Универсал қарап атқан жігіттердің назарына, анда Opel Astra тұр, универсал. Бағасы сәл қымбаттау, бірақ автомат коробка. 2001 жылы 3,5 миллион теңге сұрап тұр көлік. Телефон нөмір тұр, егер кімге қызық болатын болса, хабарласып көрсеңіздер болады. Қыстық баллондарда машина.
басқа қандай көліктерді қарайық. Жазып отырсаңыздар астынан комментарийға. Өткен шығарымда галан сұрап отқан жігіттердің назарына мен галан көп емес базарда. 94-ші жылы 2 литр мотормен 1 400 000 теңге. Телефон нөмірі көрсетілген. Көлік механикада. Қысық баллондарда. Қысқа дайынғы сезонға. Алдың өнден кеттің.